Керемет, осындай жөп жұмсақ дәмді болады. Пияз жемейтіндердің өзі жақсы жейтін болады. Жасап көріңіздер. Мен жай ғана 250 грамдай ұнды тұзбен жылы сумен елеп алдым. Нанды жақсылап жайып, мындағыдай нанды жайдым, жұп-жұқа қылтып. Нанымыздың үстіне сұйық майды жақтым. Сұйық май жағып болған соң, үстіне жаңағы туралған 2 пиязымызды жайғастырдым. Осылай жайып, пиязға тұз ғана қостым, сұйық май қостым аздап. Осылай рулет қылтып, ораманан қылтып орадым. Духовкаға салдым. Осылай 200 градусқа 25 минутқа қойдым. Қызартып пісіріп аласыздар осылай.